Дана, қазақ тілінен қандай тақырып өттіңдер? Біз тыныс белгілерін қолдануды және лепті сөйлемді өттік. Тыныс белгілері дегеніміз не? Тыныс белгілері дегеніміз жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Мынау тыныс белгілері. Тыныс белгілеріне нүкте, көп нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, үтір, сызықша, қос нүкте, нүктелі үтір, тырнақша, жақша жатады. Ал лепті сөйлем дегеніміз не? Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейді. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Мысалы, сәлем алан. Бұл лепті сөйлем. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Жарайсың, Дана. Алан, жабық сұрақ дегеніміз не? Сұрақ жауап алу мақсатымен қойылады. Жабық сұраққа нақты қысқа ғана жауап қайтарылады. Мысалы, таулы жердің ауа райы қандай болады? Ал ашық сұрақ дегеніміз не? Ашық сұрақ түсіндіруді, өз көзқарасын білдіруді талап етеді. Мысалы, таулы жердің ауа райы неліктен салқын болады?